Бүгін YouTube асханамда үй жағдайында қытайлық көже тәттісі тангулу жасауды көрсетемін. Қытайлық Таң империясы кезден келе жатқан бұл тағамның қазіргі уақытта түрі де жасалу жолы да сан алуан. Бұл менің нұсқам. Мен жеміс-жидектерден үйден табылған құлпынай, қара бүлдірген және мандаринді алдым. Жуылып құрғатылған жемістерді біртіндеп ағаш пашкаларға тінтіп шығамыз. Енді ыдысқа 3-4 ас қасық қант саламыз, үстінен 2-3 ас қасық су құйып, жақсылап араластырып қайнатамыз. Қайнай бастағанда сұйықтықты араластырмаймыз, себебі қант кристалданып кетуі мүмкін. Қайнап жатқан сұйықтыққа қалауыңызша бірнеше тамшы лимон шырынын қоссаңыз болады. Сұйықтықтың түсі қоңырлана бастағанда пештен түсіріп, тангулу жасауға кірісеміз. Видеодан көріп тұрғандарыңыздай, мен карамельге жемісті батырып алып, қатуы үшін қайта ыдысқа тұрғызып қойдым. Негізі шығара салып, суық суға батырып алса, сыртындағы кәмпиті тезірек қатады екен. Ал енді карамельденген клубникамызды жеп көрейік. Өте дәмді. Барлығының дәмін көріп шықтым, әсіресе құлпынаймен жасаған тангулу ерекше ұнады. Келесі жол қонақ шақырғанда осындай жеміс-жидек вазасындағы мына құлпынайларды міндетті түрде тангулу түрінде ұсынатын боламын деген шешімге келдім. Өте сочный. Мен ұсынған рецепт ұнаған болса, лайк басып, каналға жазылып, төменде қоңыраушаны басып қойыңыздар.